Саламатсыздар ма? Сіздермен бірге Тайыр Нұрпейісов, тест-ми каналы, және бүгін біз планиметрияға байланысты есеп шығарамыз. Есептің берілгені видеоның астына келтірілген. Есепті шешуге кірісейік. Үшбұрыштың С төбесінен АБ гипотенузасы жанама болатындай шеңбер жүргізілген. Шеңбердің ұзындығы 8π, ал гипотенузаның ұзындығы 10 см. Осы үшбұрыштың катеттің табыңыз. Яғни біз берілген жазайық. L дегеніміз шеңбердің ұзындығы, ол тең болады 8π. АБ дегеніміз ол гипотенуза, ол тең болады 10 см. Табу керек бізге АС және СБ катеттерін. Есепті шешу үшін сурет салайық. Яғни бізге тік бұрышты үшбұрыш берілген. Тік төбесі С болатын. Және де гипотенузасы АБ болатын. С төбесі енді шеңбердің центрі болып табылады. Және де АБ оған жанама. Жанама дегеніміз ол радиусқа шеңберге перпендикуляр болады. Шеңберге сызылады және радиусқа перпендикуляр болады. Яғни осы перпендикуляр сызайық. Радиусы осындай болатын шеңбердің сызайық. Мына нүктені қандай да бір H нүктесі дейік. Яғни CH дегеніміз ол бір жағынан шеңбердің радиусы, екінші жағынан осы үшбұрыштың гипотенузаға түсірілген биіктігі болады. Осы радиусты табайық. L дегеніміз бізде 8π, ол тең болады 2πr. Яғни мұндағы R дегеніміз ол 8π бөлінген 2π, ол тең болады 4 см. CH тең болады 4 см. Осыны біз таптық. Тік бұрышты үшбұрыштарды өткен кезде сіздерге осы формула берілді ме білмеймін, бірақ та мынандай бір керемет формула бар. Гипотенузаға жүргізілген биіктіктің квадраты гипотенузаны бөлетін бөліктерінің көбейтіндісіне тең. Яғни мұнда не шығады? CH дегеніміз ол 4 см, 16 дегеніміз AH көбейтілген HC. Және де бізге берілгені бойынша осы гипотенузаның толық ұзындығы 10, яғни AH қосылған HC тең болады 10-ға. Осы есепті тез қалай шешуге болады. Яғни біз алдыңғы видеоларда теңдеу жүйесін сияқты құрдық. Екі белгісізі бар. Осыдан біз мысалы AH-ты шығаруға болады, ол 10, мысалы AH тең болады 10 минус HC болады. Осылайды шығаруға болады. Дегенмен ол тесттің есебі. Тестте уақыт үнемдеу керек. Яғни мысалға келтірем. Мысалы 16 дегеніміз ол А мен H-ның көбейтіндісі. 16 деген ол мысалы 4 көбейту 4. 4 көбейту 4 16. Тездем не қойым? Тездеп 4 қосу 4 тең болады 10. Яғни болмайды. 10 1-де 9 ол көбейтіндісі болмайды. 2-де 8. 2-де 8 қойсақ, осы жақта дәл келеді. 2 қосу 8 10. 2 көбейткен 8 16. Яғни және де суреттен қателеспес үшін мен дәлірек қоям. HB кешіріңіздер, HB болады. AH ол ұзынырақ, HB кішірек, яғни HB 2 см болады, AH 8 см болады. 2-де 8. Біздің берілгеніміз бойынша бізге катеттер табу керек. Яғни мынау катет осы үшбұрыштың гипотенуза болады. Яғни AC дегеніміз ол түбірасты 64, қосу 16, 8-дің квадраты 64, 4-дің квадраты 16, ол тең болады түбірасты 80.
СБ ол катет, үлкен үшбұрышын, бірақ та осы үшбұрышын ол гипотенуза болады. Яғни түбір асты 2-ның 4 қосу 16 болады, түбір асты 20. Яғни жауап кезінде осы жауапты белгілеген кезде егер де бізге дәл сурет берілсе, онда суретке қарап осы есепті келесі түрде шығару керек. H-ты белгілеп, яғни H-тың орнына осы қойып, ары квадрат теңдеуді шешу керек. Ал егер де бізге нақтылай түрде осындай сурет жоқ болса, және де жауап тек қана екі сан жүзінде берілсе, онда осы жауапты белгілеген дұрыс. Сіз уақытты үнемдейсіз, және де басқа қиынырақ есептерге уақыт қалдырасыз. Тағында қандай қате туы мүмкін? Осы есепті шешу барысында жауаптың ішінде, мысалы, А жауабы бізде түбір асты 80, түбір асты 20 болса, бұл жауабында 8 және 2 тұры мүмкін. Яғни сіз шығару барысында AH пен HB-ның бөлігін табыңыз, ол 8-де 2 болады, және де осы жауапты белгілеңіз. Ол қате болады. Осы жауаптарды қалай енгізеді ұбт-ға? Менің ойымша, олар осы адам шаршағаннан, адам асыққаннан қандай қате жіберуі мүмкін, есептің берілгенін шешу барысында не табу керек екенін ұмытуы мүмкін. Сол үшін олар осыған байланысты жауаптарды қояды. 8 бен 2 мысалы. Осы жауаптарды тек қана тік бұрышты үшбұрыш үшін қалай тексеруге болады. Оның ұзындығы гипотенузаның квадраты катеттердің квадраттарының қосындысына тең. Яғни жауап алу нәтижесінде сіз мысалы 8 бен 2-ні алдыңыз, 8-ның квадраты 64, 2-ның квадраты 4, сонда 68 шығады, онда берілгені бойынша гипотенуза шықпайды. Яғни есептерді шығару барысында осы бір жағынан біздің не тапқанымызды ұмытпау керек, және де жауаптарды тексерген жөн. Мысалы, мен қазір А-ның квадратын алсам, ол 80 болады, 20-ның квадратын алсам, 20 болады, қосындысы 100, түбір асты 10 болады. Онда алған жауаптарымыз шығару нәтижесінде дұрыс және есептің берілгеніне сай келеді. Сол үшін осындай түрдегі жауапты белгілеген дұрыс. Сіздермен бірге болған Таян Нұрпейісов, Тест Ми каналы. Біздің каналға жазылыңыз. Сау болыңыз.